Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Айгерім. Бүгін өте дәмді үш ағзаттан тұратын салат дайындаймыз. Ол үшін бізге тіл керек, қызыл пияз және қияр, горчица керек, сұйық май. Соғым уақыты барлығында бар деп ойлаймын. Сондықтан осы салатты жасап көрсеңіздер болады. Тілді жуып, жақсылап тұрып пісіріп, тазалап, осылай соломка етіп турап аламыз. Қиярымызды да соломка тураймыз, барлығын бір келка қылдырып. Достар, сіздерге менің рецепттерім ұнап жатса, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығын турадым. Енді қызыл пиязымызды да осы полукольца етіп тураймыз. Өте дәмді болады, жеңіл салат, жасап көріңіздер. Енді мен бұл салатқа горчица және сұйық май қосам. Сұйық майдың орнына зәйтүн майын қосуға болады, немесе майонез қоссаңыздар да болады. Мен сұйық маймен жасадым. Бір ас қасық горчицаға 1-2 қасық сұйық май қосып, жақсылап тұрып біріккенше араластырып аламыз. Венчикпен араластырған дұрыс. Тез біркелкі масса болып шығады. Міне мен араластырып алдым. Енді жаңағы нарезкамызға құямыз. Құйып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Менде огурцы малы соленый болғандықтан мен шамалы тұз салып жібердім. Сіздер өз қиярдың дәміне қараңыздар. Өте дәмді болып шығады. Мен салатым дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.